Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте ерекше малина мен творожный торт жасаймыз. Торт 3 бөліктен құралған. Оның астыңғы қабаты классический бисквит, ортаңғы қабаты творожная масса және беткі қабаты желеден тұрады. Бұл торт мерекелік дастарханға керемет десерт болып табылады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге даярлаңыздар. Бисквит үшін бізге 2 дана жұмыртқа, 60 грамм қант, 1 шымшым тұз, 1 ас қасық лимон шырыны және 60 грамм ұн қажет. Бір ыдысқа 2 дана жұмыртқаны және қанттың барлығын 1 шымшым тұз қосып, оны миксермен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа әппақ болып көпіріп, өз формасын бірнеше есе ұлғайтуы тиіс. Миксерге байланысты араластыру уақыты шамамен 5-10 минут көлемін алады. Араластырып болып, миксер винчигін көтерген уақытта жұмыртқа баяу ағып, оның ізі бірнеше секунд бойы кетпей тұрады. Келесі кезекте жұмыртқаға жарты лимон қабығын үккіштен өткізіп және 1 ас қасық лимон шырынын қосамыз. Оған ұнды елеп отырып 2 бөлікке бөліп отырып қосамыз. Бірінші бөлігін елеп отырып қосамыз. Содан соң оны лопаткамен видеода көрсетілгендей етіп астынан үстіне қарай араластырамыз. Біркелкі массаға айналғаннан соң ұнның екінші бөлігін елеп отырып қосамыз. Барлығын біркелкі массаға айналғанға дейін лопаткамен араластырамыз. 18 сантиметрлі форманы фольгамен орап, оны противеннің үстіне орналастырамыз. Оған даярлап қойған бисквиттің массасын құямыз. Бисквитті 175 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіреміз. Бисквиттің піскенін міндетті түрде ағаш палочкамен тексереміз. Бисквит әбден суығаннан соң оны формадан шешеміз. Он 18 сантиметрлі форманың астына фольга төсеп, оны қайтадан ағаш тақтайдың үстіне орналастырамыз. Оның ішіне ацетатная пленка төсейміз. Ацетатная пленкамен торттың жан-жағын бәрі тегіс болып шығады. Егер ол болмаған жағдайда сіздер файлды немесе пищевая пленканы қолдансаңыздар болады. Бисквиттің бетін сүтпен пропитка жасаймыз. Келесі кезекте творожный мусс даярлайтын боламыз. Оған бізге 250 грамм творог, 100 грамм сүт, 100 грамм қант, 15 грамм желатин және 170 грамм сливки қажет. Мен листовой халал желатинді қолдандым, оны алдын ала көп мөлшердегі суға салып қоямыз. Желатин ісінуі қажет. Егер порошковый желатинді қолданар болсаңыз, 1 грамм желатинге 5 грамм су құйып, оны жақсылап араластырып, ісінгенге дейін қалдырасыз. Творожный мусс үшін сүтті бір ыдысқа құямыз, оның үстіне қанттың барлығын қосамыз, оны газға қоямыз. Сүт ысыған уақытта қанттың барлығы ериді, оны жақсылап араластырамыз. Ыстық сүтке ісінген желатинді қолымызбен қатты сығып саламыз. Желатин әбден еру үшін оны погружной блендермен араластырамыз. Келесі кезекте осы массамызға творогты қосамыз. Творог міндетті түрде үй температурасындағы болуы тиіс. Егер суық творогты қосар болсаңыз, желатин өзінің реакциясын беріп қата бастайды. Сондықтан міндетті түрде жылы үй температурасындағы творогты қолданыңыздар. Мен кәдімгі түйіршіктелген творогты қолдандым, сіздер пастабразный творогты қолданыңыздар. Пастабразный творог жұмсақ болып, ол біркелкі массаға өте тез айналады. Творог біркелкі массаға айналғанға дейін погружной блендермен еземіз. Келесі кезекте майлылығы 33%-дан жоғары сливкиді миксермен өз формасын ұстағанға дейін жақсылап араластырамыз. Сливкиді негізгі творожный массамызға салып, оны біркелкі массаға айналғанға дейін силиконовый лопаткамен араластырамыз. Даярлап алған творожный мусты сүтпен пропитка жасаған бисквиттің үстіне құямыз. Аздап сілкіп, бетін тегістейміз. Желе даярлап алғанға дейін тортты морозилькаға салып қоямыз. Желе үшін 15 грамм листовой желатинді көп мөлшердегі суға салып қоямыз. Порошковый желатинді да қолдансаңыз болады. 80 грамм малинаға 150 грамм суды құямыз. Мен қатырылған малинаны қолдандым. 2 ас қасық қант саламыз. Газға қойып 5 минут көлемінде қайнатамыз. Малина шырынын ситомен сүзіп аламыз. Ыстық малина шырына ісінген желатинді қатты сығып отырып саламыз. Желатин ыстық шырында әбден ерігенге дейін оны қасықпен жақсылап араластырамыз. Содан соң үй температурасына дейін суытып құямыз. Творожный мусс өз формасына аздап ұстаған уақытта оны морозилктен шығарамыз. Оның бетіне 150 грамм малина себеміз. Мен қатырылған малинаны алдын ала ертіп қойып, соны қолдандым. Негізінен свежий малинаны қолдансаңыздар тіптен жақсы. Малинаның үстіне даярлап алған желені құямыз. Желе міндетті түрде үй температурасындағы болуы керек, ыстық желені құймаңыздар.
тортқа тигізбей оның бетін пищевая пленкамен жауып, оны бір түнге холодильникте қалдырамыз. Содан соң тортты холодильниктен шығарып, оның сыртындағы формасын шешіп, ацетатная пленканы шешіп, оны кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің өте ерекше тортымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар, әрі дастарханның мерекелік сәнін келтіріңіздер. Алдағы уақытта сіздерді әртүрлі тағамдардың рецебімен және әртүрлі торттардың мастер-классымен қуантатын боламын. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.